Баршаңызға сәлем достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі чизкейк пісіреміз. Ал бисмилла деп бастайық. Ол үшін бізге керек жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш және бөлме температурасындағы жылы сары май. Алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, араластырып аламыз. Біріншіден қопсытқыш біздің қамырымызды көтереді, екіншіден нәзік жұмсақ етеді. Осылай ağzından салып миксерлеп отырамыз. Бәрін бірден салуға болмайды. Пирогымыздың тестосы көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай аз мөлшерде саламыз. Міне осылай миксерлеп болған соң бізде осындай крошки пайда болады. Соны алып қолымызбен илейміз. Сөйтіп бастарын біріктіріп, қолға жабыспайтын қамыр істейміз. Міне осындай бізде қамыр дайын болады. Оны формамызға саламыз. Менде форма 22 диаметрлік форма. Осылай ең бірінші астын дайындап шығамыз. Сосын бортиктерін көтеріп, формаға жақсылап орналастырамыз. Жан-жағын осылай шанышқымен түзелеп шығамын мен. Себебі қалың болып кетпес үшін және түзу болу үшін осылай жасап шығамын, үстінен басып. Дайын болған қамырды холодильникке жібереміз. Ал салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творогқа қантымызды саламыз. Үстіне қаймағымызды салып, бір жұмыртқамызды қосып еземіз. Осылай блендермен еземіз. Блендерлеріңіз болмаса, шанышқымен де жасауға болады. Ол үшін творогымыз біздің үгітілмей қалмауы қажет. Сондай нәзік творогтардан алсаңыздар болады. Түйіршіктерінің барлығы бірдей езілуі қажет. Осылай мен блендермен езіп алдым. Дайын болған начинканы тестамызға саламыз да 180 градуста 35 минут пісіреміз. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Үстерін қалауларыңызша сәндеулеріңізге болады. Мен смородинамен сәндедім. Міне осындай әп-әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің отбасыма ұнады, сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.